Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өткендегі сабақтың жалғасы қанатты қошқар мүйізінің біріктірілуін үйрететін боламын. Бізге бір көрпеше шығу үшін осындай сары түсті матаның үстіне 4 оюды кесіп, жан жағын зигзагпен тігіп аламыз. Ал шетіндегі 3 бұрышты көлемін дәл сарымен бірдей етіп 2-ге бөлеміз. Сол кезде көрпешенің жанына тігілетін жасыл пайда болады. Ол 10 дана болады. Ал ортасындағы күлгін түсті оюды дәл сары сияқты оған да ою сызамыз. Оны 4 оюды 4 жағынан кесіп аламыз. Әрқайсысын жеке-жеке 3 бұрышқа тігіп шығамыз. Дағыны осылай бір-біріне жалғап тіге бастаймыз. Жасыл матаға тігілетін ою дәл сары түстің ортасындағы ою секілді. Тек қана сондай етіп 3 данасын кесіп аламыз. Дағыны әр оюды жеке-жеке ортасынан кесіп аламыз. Ал бір көрпешеге бізге 3 ою керек. Яғни 3 оюдан 12 штук болса, бізге жан жағына 10 штугы керек болады. Екеуі артық. Екеуін басқа көрпешеге тігесіз осылай. Осы видеоның соңына таман сіздерге көрпешенің жалпы қалай шыққан сұлбасы бейнеленген. Сол үшін сабақты соңына шейін қарап, үйреніп алыңыздар. Бұл көрпешенің материалы қарапайым велюр матасы. Содан әртүрлі түс етіп, өзіңізге қалаған түсіңізді жасай берсеңіз болады. Ал оюды қырғу әдісін мен сіздерге жоғарғы сілтемеге немесе астына описаниеге жазып кетемін. Оюды қырқып, қалай мата бетіне түсіруді үйрететін сабақты белгілеп кетемін.
Сабақты соңына шейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Міне біздің дайын көрпешелеріміз. Егер сізге ұнаған болса, лайк басып, түсінбеген жерін комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде сіздермен кері байланыс жасаймыз. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Сау, сәлеметті болыңыздар.